той сосын үй шашылып кетеді, ыдыс үйіліп қалады. Содан екен біз шаршайтынымыз. Потому что мен сәлеметсіздер ме, ханымдар, қыз келіншектер, қалдарыңыз қалай? Мен кеше ғана шаршап, депрессняк болып кеттім да. Потом ойландым, осы неге біз әйелдер в основном стресске, сондай бір шаршау, андай шаршау қалпына түсе береміз, сондай состоянияға түсе береміз. Потом ойландым, оказывается, үй шашылып жатқан екен. Вы представляете? Ну, білмеймін, сіздерде қалай, но мен ойлаймын, 70-80% әйел адамдары неден шаршайды, себебі үй шашылып жатады. Например, енді үйді жинайсың ғой, бір мотивацияң құрып тұрған кезде, энергия болып тұрған кезде, күштілеп үйді жинайсың, күштілеп тамағыңды істейсің, и потом екінші күні бір жерге барып келдің, немесе расслабиться еткің келді, бір кино көріп қалдың да, например, 1-2 сағат, кино көріп қалдың, расслабиться еткің келді, и қарайсың, үй шашылып кетті. Той сосын үй шашылып кетеді, ыдыс үйіліп қалады. Содан екен біз шаршайтынымыз. Потому что мен кеше вот 2 күн мен үйде болмадым, оның алдыңғы күні үйді тап-тыңақтап алып жинап қойғам. Прям идеально ше, барлық қол, мен әлі күнге дейін полды қолмен жуамын, например, швабрамен жумаймын, қолмен жуамын, чтобы таза болсын деп. Түкпір-түкпірлерін барлығын сүртіп ше, пол, шаң, пылесос, например, пылесос таған кезде де менде өте ауыр пылесос бар да, который идеально тазалайтын. И жеңіл пылесос бар. Мен бірақ ауыр пылесостаймын, потому ол ауыр болса да оны көтеріп жүру қиын ғой, например. Бірақ мен именно сонымен пылесостаймын, чтобы таза болсын деп ше. Солай пылесоста бәрін тазалап, солай істеп қойдым. Потом келесі күні мен қонаққа кеттім, барып келдім. Потом бала-шаға, тамақ істедім сразу. Бала-шағаны мектепке апару керек, кружоктарына апару алып келу керек. Сонымен заниматься етіп кеттім. И кешке тек қана сол тамақ жеп, ыдыс жуумен ғана уақытты солай ғана не істей алдым да. Қалған жерлер шашылып жатыр, по-любому шашылады. Чуть-чуть шашылып тұр енді бірақ. Потом екінші күні тоже мен үйде болмай қалдым. Екінші күні тоже қонаққа кетіп қалдым. И тоже келген кезде мен шаршап тұрдым да, оның алдыңғы күні қонақ болды, жөнді демалмадым, еще таңертең тұрып балаларды шығарып саласың. Потом өзім қонаққа кеттім. Қонақтан келгеннен кейін хотела расслабиться. Бір чай ішейінші, нормально отырып, киномды көріп деп ойладым. Сөйтіп, киномды көріп, нормально шай ішіп алдым. Потом шай ішіп, не істеген, расслабиться же хочет, мен шаршап отырмын ғой. Хочется жата тұрайын, демала тұрайын, тоже жаттым, киномды ары қарай жалғастырдым көріп. Сол стол не әлі сол қалып тұр. Ну, хотя шүкір мен қазір заготовка істеп жүрмін. Андай бір жолдасым, балалар тамақ деген кезде сол заготовканы тез дайындай саламын да, сол ғана мені спасает. Сол үшін мен жата тұрайыншы деп жаттым, демалдым. Потом балаларды кружоктарына апарып келу керек болды, сол жаққа. Ой деп апарып келдім. И потом қараймын, үй шашылып кеткен. Мен 2 күн ғана, даже 1,5 күн болды ғой, мен үй жинап тастағаным. Үй кәдімгідей шашылып кеткен, ешкім артын жинамайды да. Үй шашылып кеткен, ыдыс үйіліп қалған, бағанағы ішкен шайымда сол күйі қалып қалған. И мен ананың бәрін көрдім да, депрессияға түсіп кеттім. Блин, осы мен, я что, не могу расслабиться деп балаларға барыстым. Неге сендер арттарыңды жинамайсыңдар? Мектептен келген кезде, мен оларға тоже айтам, мектептен келген кезде заттарыңды жинаңдар деп. Қызым шүкір артын бөлменен жинап жүреді да. А вот ол бала деген енді қиын. Ол баланы прям и соған ұрсам, неге жинамайсыңдар деп. Потом неге, вот я хотела расслабиться сегодня. Не маған вообще кино көріп, біраз чай ішуге болмайды ма, жатуға болмайды ма маған? Неге үйдің бәрін шашып тастайсыңдар деген сияқты. И сол көріністі көріп, сол шашылып жатқан көріністі көріп, мен резко стресске кіріп кеттім да. И сол кезде мен түсіндім да. Женщине, оказывается, нельзя расслабиться деген нәрсе. Маған, менің ойыма келді. Бірақ ойладым, что можно расслабиться. Негізінде әйел адамға демалуға болады. Но планово демалу керек да, а мен беспланно демалып кеттім. Видите, в чем разница? Мен келдім да, мен деп негізінде планда тамақ жасап, там үйді реттеп қойып, қонақтан кейін үйді реттеп қойып, сондай бір планым болған еді. Но мен из-за того, что чай іштім, кино көрдім, уже расслабиться етіп кеттім да, и жатып қалдым да.
Вот план бұзылды менде, видите? Но если сен алдын ала тамағыңды дайындап қойдың, там балалар бүгін кружокқа бармайды екен, бүгін балалар үйде, ана жер жинастырып, мына жер жинастырып қойдым, все, мен қазір демалсам болады деген сияқты сондай планмен. Например, понедельник, вторник балаларды сабақ көп, кружоктары көп, мен ол күні демалмаймын, а вот среда күні можно поспать деген сияқты сондай планы жасау керек екен. И мен солай түсіндім. Біз әйелдер шаршаймыз из-за того, что біз жинаған нәрсеміз қайтадан шаршап кетеді. Түсіндіңіздер ма деп па, түсіндіре алдым ба? Потому что мен оны өзім түсіндім да. 10 жыл бойы тұрмыстамын, иә. И қазір ойлаймын, 10 жыл бойы тұрмыстамын, и 10 жыл дегенде я только вот понимаю, осознаю. Вот эта осознанность, кажется, вот адамға келеді тогда, когда он растет, когда он уже вырос. Біз ана балалық шақтық неден өткен кезде осознанность келетін сияқты. Біз ато ойлаймын, например, бірінші екінші балада, да, біз жолдасымыз екеуміз прям сол студенттер секілді, екі баламыз бар ата, бірақ студенттер секілді чипсымыз анамыз алып келіп алып, түнімен кино көріп, күнімен ұйықтап, например, сондай бір состояниеда болған едік. Бірақ қазір уже үшінші баланы босандым. Үшінші баланы босанған кезде прям у меня вот такой этот не болды ше. Бір ересек бір состояниеға өткен шағым болған сияқты. Кәдімгідей я все осознаю. Қазір мен бір нәрсені жасаймын, ол не үшін болып жатыр? Или бір нәрсе болып қалды, бала шағамда, тыңдамай жатыр, бір нәрсе болып жатыр. Не үшін бұл болып жатыр? Мен уже андай кінәні іздесек, біз балалық состояниеға өтіп кетеміз да. А вот кінәні іздемей не үшін бұл болып жатыр десек, уже бұл ересектік состояние. Сол ойлаймын ғой, 10 жылдан кейін ересектік состояниеға кіріп отырмын деп ше. И жолдасымыз тоже самое. Біз уже қазір бұрынғыдай кино көріп жатпаймыз. Нет, кино көріп, чипсыды, ішеміз, бірақ түнделетіп емес да. Или даже әр суббота воскресенье емес. Айына бір рет, может быть. И то бір-екіде уже сразу қой жатайық, ертең жұмыс деген сияқты уже. Видите, это о чем говорит? Реально. Осознанность, ересектік состояниені айтады екен, оказывается, осы біздің нелеріміз ше, әрекеттеріміз, ойлау қабілетіміз уже не үшін, неге деген уже сұрақтар туындай бастаса бізде ересектік состояниеға өтеді екенбіз. Соны түсіндім. Сол үшін ханымдар, демалсақ та, расслабиться еткіміз келсе, кино көргіміз келсе, пландауды ұмытпайық. Сол кезде, может быть, біз стресске, депрессияға көп кіре бермейтін шығармыз. Каналым видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Парақшаға жазылып кетіңіздер.